Сәлем озат оқушым. Бүгін бізде 52-ші, 53-ші, 54-ші сабақтар, яғни 90-дық жиынтық бағалау, өткенді қайталау және мазмұндама. Өткен тақырыптарды қайталап, жаттығуларды орындаймыз. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Дән деген мәтін берілген екен, соны оқып көрейік. Балапан есік алдынан жалғыз дән тауып алады. Ол өте қайырымды еді. Тапқанын бауырларымен бөліске салатын. Дәнге қараған ол аз-кем ойланды. Дән өте кішкене. Оны жеп алсам, қалғандары қайтеді. Одан да дәнді бір жерге апарып тығайын, тағы дән іздейін, дейді ішінен. Балапан дәнді ауланың бір бұрышына көмді. Күз келді. Балапан жерге көмген дәннің өсіп тұрғанын көрді. Масағында көп дән бар екен. Бұған балапан қатты қуанды. Масақ деген ол бидайдың дәнді басы екен. Балапан не тауып алды? Мәтіннен жаңа оқыдық қой, Балапан дән тауып алған екен. Ол дәнді не істеді? Ол дәнді өзі жеп алайын деді да, одан ойланды, өзім жеп алсам, басқалары қайтеді. Одан да бұл дәнді тығып қойып, тағы да дән іздейін деп, өзінің жақындарын ойлаған екен, балапан. Одан кейін ол дән күзде қандай боп өсті? Үлкен боп өсті, Бұл мәтін өлең бе әлде ертегі ме? Қалай ойлайсың? Ертегі, Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Бала мектептен келе жатты. Ол жолда кірпіні көрді. Бала оны үйіне әкелді, оған сүт берді. Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қой. Олардың байланысын тап, дейді. Өткен тақырыптарда бар, Үшінші жаттығу: көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Мына жерде сөйлемдердің астында сөздер берілген, керекті сөздер: Қазақстан, бейбітшілік, көркейе берсін деген. Осыны біз мына жерде көп нүктелердің орнына ретімен қоюымыз керек екен. Сонда бізде қандай сөйлемдер шығады екен? Қане оқып көрейік. Біздің отанымыз Қазақстан, еліміз көркейе берсін, бейбітшілік жасасын. Осылай ретімен үш сөйлем құрап жаздық. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып. Осы сөйлемдерді дәптеріңе асықпай, қатесіз жазып ал, жарайды ма? Енді осы сөйлемдердегі бірінші сөзін біз қандай әріптен бастап жаздың? Бас әріппен бастап жазады екенбіз, сөйлемнің бірінші сөзін. Сөйлемнің соңына тыныс белгілерін қоямыз. Осымен біздің бүгінгі қайталау сабағымыз аяқталды, озат оқушым. Сау бола ғой.